Жүрегіңіздің ұзақ жылдар бойы сау болғанын қалайсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Есімі Ұлбосын Еспекқызы, кардиолог диагноз дәрігер. Бүгін сіздерге жүрекке пайдалы, тиімді жаттығуларды айтатын боламын. Кемінде 30 минуттық жаяу жүру, ол дегеніміз жүрекке керемет қолдау болып есептеледі. Аптасына 2-3 рет баяу жүгіру, бұл жүрек бұлшықеттерін күшейтеді. Велосипед тебу жүрекке түскен салмақты азайтып, қан айналымын жақсартады. Келесі жүзу, ол жүрек пен өкпенің жұмысына ең пайдалы жаттығу болып есептеледі. Сондықтан жүзуге міндетті түрде барғандарыңыз дұрыс. Баяу билеу немесе аэробика бұл жүрек жұмысына жақсы әсер ететін және көңіл күйді көтеретін қозғалыс болып есептеледі. Сондықтан баяу биді осы жаттығуларға қосып қойсаңыздар болады. Йога стресс деңгейін төмендетіп, қан қысымын реттейді. Күніне аз ғана қозғалыс сіздің жүрегіңізге үлкен пайда келеді. Ең бастысы тұрақтылық. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сіз қай жаттығу түрін күнделікті қолданасыз? Пікірге жаза кетіңіз. Видеом ұнаса лайк басыңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, менің Instagram парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.